бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге арайқасында. Бүгін біз Мастер Желлиу деген ойынды ойнайтын боламыз. Бұда желе жейгізесің, сосын магазиннен де басқа нәрселерді сатып алуға болады. Қазір бізде кірейін деп жатыр. Міне кірді. Мен алдын ала бұны ойнап 15.503 ақша жинап тастаған болатынмын. Супермаркетке кіреміз. Міне бізде кірді. Қайсын сатып алсақ болады? Маған мына ұнап тұр. Осын сатып алайын. Сосын тағы мынаны. Ой, бұл қымбат екен. Мың тұрады. Алмай қойын. Маған қымбат еместер керек. Екеуден алсақ сразу. Так. Мынаны аламыз. Тағымдан алайық. Болды. Достар, кешіріңіздер. Өмірі үйсіткенде рекламаның атасы шығып кетеді. Бірінші осыны жеп алайық. Бұл біздің осындай ютубер қызымыз. Біз жеп болдық. Енді, ой, бесікке сәлек қабетті. Тоғы рекламаның атасы бола береді өстіп. Мені кірдік. Енді Мастер Желлиуге өтейік. Не істейді? Не істеу керек? Менде мұны тұрған соң көрінбей жатыр. Қалғанымызды істей салайықшы. Perfect. Dostlar, reklama bola berеді. Dostlar, сіздер де ойнағыларыңыз келсе, Мастер Желлиу деп жазып көрсеңіздер болады. Так, қазір беске түсірейік. Түсірдік. Менде арасында өстіп қатып тұрады. Так. Мынаны көреш. Ой, болды. Шам. Ой, шығып қайттан көру керек достар.
Достар, осы Желли Мастер деген мукбанг асмыр қызын ойнайтын боламыз. Осыда сондай мастер желі мен жаңа ойнаған желілерді істесеңіздер болады. Басында бұның ақшасы қанша болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір ойнағанда. Желли Мастер. Мастер. Кеттік ал. Киткат бар екен. Пицца алайық. Мынанда аламыз. Мынанда тағы болды. Мен біз осын дейік. Достар, лайк басып, комментар жазып кетіңіздер. Тұрарим жазылды. Жей береміз. Достар, біз жеп болдық. Жаңа кішкене шаруалар болып қалды, ренжімеңіздер. Енді наны ойнайды. Part-time. Go! Так, бұған бұлай. Бұлай. Болды. Бұлай. Ой. Одан 800 теңгені аласылайық. Осылай істедік. Маукш желі. Бұндай болу үшін бізге осы керек. Оған мынаны қосамыз. Қостық. Осылай. Perfect. Достар, өмір айтайын осы болады. Достар, бұл қызық та, бірақ рекламасы көпте. Бұны ойнайсыңдар ма, ойнамайсыңдар ма, өздерің біліңдер. Бірақ маған ұнайды.
үй соқ қатып тұратыны бар. Әш нәрсені көп жеу керек. Құрттан да алып піседі. Достар, осымен аяқтаймыз деп ойлаймын. Ал бәріңізге сау болыңыздар.